Именно таныстыққа түскен кезде бір жай сондай суреттер қояды. Бірақ өзі таныстықта жүрген кезде бір сурет қоймай исчез пропал жоқ болып кетеді да. Бірақ таныстықта жүрген кезде сөйтіп фото қоятын, мен соны түсінбедім да. Қимастық деп айтайын десең, кеше ма алдында сөз салыстырған кезде сен маған қызық емессің деп айтқан Жансаяға да. Бірақ сондай әңгіме айтып алып, еще Жансаяның өзінің фотосын салып қойған ғой. Өзінің тиктогына мысалы. Құр өзінің фотосы тұр, 5-6 суреттері мысалы да. Естелік деген галереяда тұру керек қой, тиктокта емес деген келеді. Значит, бірдеңе бар. Скажи, пожалуйста, маған айтып жатыр ғой, сен хайп үшін келдің дейді да, бежай. Бірақ енді наоборот, менің суреттерімді пайдаланып, наоборот, на мне хайпует, мне кажется. Баласы ханым, Бежай кішкене давлениесі көтеріліп ауырып отыр екен, соған байланысты жауап бере алмаймын деп айтып жатыр да. Енді Бежайдың қасында отқан адам ретінде айта салайын деген ғой. Енді білмеймін, Бежайдікі кішкене қимастығы бар ғой, енді мойындай алмаса да, бірақ андайда негізі жалпы енді жобаның бітуіне көп уақыт қалған жоқ, бірақ сонда да андай нәрсе бар да, енді жоба енді бітіп, жаңа маусым басталады, бірақ жоба біткеннен кейін біраз осы біздің көзімізде кәдімгідей махаббаттың күштілігін көрсетіп жүрген көптеген жұптар бір-бірімен айырылысып кететін сияқты болып көрінеді маған. И сол жұптардың ішінде, таныстықтардың ішінде Ақтөре мен Жансая да бар сияқты. Ну, конечно, маған негізі андай ғой, екеуі бақытты болып кетсе, Ақтөре де бақытты болуға лайық, Жансая да жайнап жүр. Ол нәрсені білемін, бірақ сонда да бәрібір екеуі бір-бірінің адамдары емес сияқты. Себебі Жансаяға заманауи, андай болады ғой, кішкене андай ширақ емес, более сабырлы, сондай жігіттер ұнайды да, енді өзімнің білуім бойынша. Ал Ақтөреге более андай өзі үйретіп алуға болатындай дәрежедегі кішкентай қыздар, жас қыздар больше ұнайма деп ойлаймын. Енді танымаймын да. Бірақ сонда да расымен де мен кеше көріп қалдым тиктокты Айгүлдің түсіріп жатқан бағанағы әңгімеге байланысты. Ақтөренің кішкене өзім сол моментте өзім ойыма андай нәрсе келді да. Осы Айгүлдің басы бос болып Тәуіржан болмағанда Ақтөренің таңдауы Жансая болар ма еді деген бір ой болады да менде. Бәлкім Ақтөре Айгүлге келер ме еді деген. Себебі Жансаяның қасында кеше бір видеода көрдім. Жансая қасында мәз болып күшті әңгіме айтып, күшті настроенде отыр да. Бірақ Ақтөре қасында деп осылайынан қарап отыр просто. И содан ақ белгілі да андай қылып, что Ақтөреде бір қызығушылықтың жоқ екен бұл қыздың тарапына. Наоборот, Айгүлге жарнамаларда барып бірдеңе деп сөйлеп қалады, әзілдеп қалады. Сондай нәрселерін көргеннен кейін Жансаяның күдіктенуі мен ойлаймын орынды ма деп негізі. Мен де сол сұрақты бірден қойдым Ақтөреге. Негізі Айгүлдің басы бос болғанда Айгүлге үміткер болып келер ме едің деген сұрақ қойдым. Мен, конечно, жоқ деп айтады. Және даже мен ғана олай ойлап жатқан жоқпын. Тіпті Айгүлдің экс-күйеуі Асылжан ол да қызғанып қалды Балауса ханым. Айдалдағы жүрген адам қызғанып жүр. Демек, сыртқа да солай көрінеді. Кімнен қызғанды, кімді? Асылжан қызғанған жоқ. Типа, брат, не істеп жатсың деген сияқты сондайға келтірді ғой кеше стримде. Жоқ, жобаға кепсің ғой деп не істеді, артық ондай артық болған жоқ, мен білмеймін. Айгүлге қатысты әңгіме болды ғой. Сіздер көріп қалдыңыздар ма? Жоқ, братан не істеп жатсың деді, болды, тикток түсіргенді айтты, болды ғой. Ода тұрған ештеңе білмеймін, мен сендерге айтайыншы, өз жерде бар ғой, бір-бірімен тикток түсіре береді, сонда бір-бірлерімен қоса бересіңдер ме сонда? Солай ма? Сонда бір-бірімен сөйлеспейсіңдер ма? Сөйлесесіңдер ғой, мен келгенімде 3-4 күн болды, бәрі бір-бірімен жақын сөйлеседі, бір-бірімен ойнайды, қалжыңдасады, бірақ әңгімелер шықпайды да. Негізі әркімнің әр қарым-қатынастың өзінің қалыпты дегені бар. Мысалы, Жансая екеуіңіздің қарым-қатынастарыңыз үшін қалыпты болған нәрсе әлішерлер үшін басқаша бір оғаш көрінуі мүмкін. Сондықтан әркімнің нормасы өзінде. Жарайды, қалыпты дегенде бұл жерде ешқандай артық нәрсе істеп жатқан жоқпыз. Ол жаңағындай бит тақап сөйлеседі деген ол енді қалжыңдап айтып жатыр ғой. Мен жынды емеспін, көзім көрмейді, құлағым естімейді деп үшін айтып жатырмын ғой. Былай сөйлескен емеспін. Осы расстояниеде сөйлесеміз, қатты жақындамаймын. Білесің ғой, Жансая? Қолында ұстамаймын, қазір бүйтіп қатты не істемеймін. Отырамыз, кешеде бір жерде отырамын деді, сол подругаммен бірге боламын. Мен пока оңаша бола тұрайын деді. Бірақ рядом отырдым қасында. Мен андай жерде, бұл бер жақта отырдым. Арасына келіп, сөйлесіп, сөйтіп, кеше сондай кездесу болды. Ал жаңағы Айгүлге келетін болсақ, жоқ, Айгүл келмейтін негізі, шыны керек. Енді Айгүлді как адами ретінде, айтып отыр ғой, дос ретінде как сыйлаймын. Сыйластық дейсіз. Балауса ханым, жалпы былай ғой, енді Айгүл жақтан, басқа жақтан оның әңгімелерінде енді тикток түсіріп жүрген бәріміз көріп жүр қой. Одан бөлек мен жаңағы Әсемнің белгісінде әлі қап қойдым, шынымен де қатты айтты. Кеңкелес деген енді ауыр сөздердің бірі ғой, қазақша айтқанда. Одан кейін байқадыңыздар ма, енді бұл әңгіме екінші рет кетіп жатыр да. Кеше де айтты Жансаяға. Жансая үйтіп көп
нетпей өзіңе алмай ақ қой, Ақтөре сені бәрібір алмайды деп уверен айтты да, сенімді түрде алмайды сені ол деген сияқты. Бүгін де айтып отыр да, Ақтөренің алам деген сөзіне алданып отқан жаңағы деп Жансаяға тигізіп отыр. Соған мен бір Әсемге айтқым келеді, Әсем қандай уверенность ода деп айтқым келеді. Әсемге, сенде қандай уверенность, сен Ақтөре үшін жауап беретіндей, сен Ақтөреге кімсің? Енді Балаусахан мына жерде отырған ешкім мен Ақтөрені енді мен сияқты танымайды. Мен оны кәдімгідей танимын, и оның вкусын да білем. Қандай қыздармен сөйлесетінін де білем деген сияқты ғой. Сондықтан сол нәрсеге уверен айтып тұрмын. Сонда Жансая талғамына келмейді деп тұрсыз ба? Иә. Айтшы нақты қай қырларым талғамына келмейді екен? Жасым келмейді, жас жағынан. Жас? Иә. Мен бір жас кішімін ғой бұдан, үлкен емеспін. Сонда да оған жас қыздар ұнайды да. Негізі 2 жылдан бері білем ғой оның вкусын. Айта Жоқ кетейін. енді, мынандай әңгіме ғой, просто. Былай айта кетейін, мен жауап бере салайын, иә жаңа. Ақтөре, талғамыңыз өзгерді ме? Талғам 2 өзгеріп жылдан кетті бері? ғой, мен өзгерді ғой. Мен жас қыздарға деген қазір деген көңіл баяғыдағындай емес. Ойланасың ғой енді, ертең болашаққа бірге баратын, енді бұл жерде жас мәселесі емес, кішкене ақыл тоқтатқан, өзіне не керектігін білетін, алға мақсат қойылатын адам болғаннан кейін барып келдім да мен. Талғам өзгеріп кетті, Әсем, білмесең айтып қояйын саған. Сенің жас талғамың ешқашан өзгермейді. Өткенде де- Уақыт көрсетеді, енді көреміз алғанын. Балаусахан өткенде де айтқаны бар, қыздың білімді болған жақсы екен ғой деген сияқты ше. Мен де ойлаймын, бұл может уже не ойлаған шығар, бір жастау, бір оқымаған, ақмақтау қыздарды қайтем. Лучше білім бар, кәдімгідей кішкене өмір көрген, өмір түсінетін қызды таңдаған дұрыс деп ойлаған шығар. Балауса ханым, просто мынандай ғой, енді Әсем айтып отыр ғой, енді жас қыздарға алады, жас қыздар керек Ақтөреге деп. Жас қыз керек болса, Ақтөре 2 жылдың ішінде сені де алатын еді деп ойлаймын мен ше. Просто 2 жылдың ішінде сені де алмағаннан кейін, значит, адам 2 жылдан кейін өзгереді. Кез келген адам, мен айтып болған жоқпын, Әсем тоқтай тұр. Кез келген адам 2 жылда кәдімгідей өзгереді. Біздің өзіміз маусым басында қандай еді, қазір қандаймыз деген сияқты. Даже 1 жылдың ішінде біз де өзгереміз просто. Мен Әсемді кеше ғана айтқанмын. Өзі Ақтөреге сөйлеп қалады. Ақтөре басқа біреумен сөйлесіп жатса да өзі де сөйлеп қалады деген сияқты. Өзі тиісіп бастайды да Ақтөре жаққа қаратай. Қазір де мысалы белгіні алып, мысалы басқа нәрсе айтса болатын еді ғой, әділетке қатысты ма, әлде бұлай басқаша или алып қоясасын деген сияқты ғой. Просто именно келіп, не Жансаяға тиісіп кетеді, не Ақтөреге өзі тиісіп кетеді. Мен білмеймін бұл кісілердің андай қандай бір әлі күнге дейін ара қатынаста жүргенін, либо Әсем Ақтөрені толыққанда әлі ұмытқан жоқ, әлі жібермейді, либо бұл кісі мені алмады ма, значит бұл кісі ешкімді алмайды деген бір принципті тұрып алған сияқты. Либо алғызбаймын деген сияқты принцип бар сияқты бұл кісіде. Тиіскім келді, тиістім болды. Айда саған ол... Вот көрдің бе Әсем, сен туралы әңгіме айтсақ, сен тағы айтасың, бізді қозғай бермеңдер, неге осы тема жабылмайды деп айтасың. Егер біз осы теманы жапқымыз-ақ келеді, егер де сен осындай қылықтар істемесең. Істегім келді, істедім болды все. Онда бізге наразы айтпай-ақ қой Негізі бастадыңдар деп. бүйтейік құрсын, бір-бірімізге тиіспей қойық, Әсем, сендер де бақытты болыңдар, біз де әйтеуір, мен де өз жолыммен. Мен тиіссем, сендер вообще білесің болатын. Не болады? Жылайсыңдар ғой сендер екеуің отырып. Қойшы айналайын. Қосылып, Мен қол онда ұстасып мен вообще жылайсыңдар. тиіспей ақ қойын саған, иә? Бол, тиіспей қойық. Мен не істесем, саған тиісем, сен де мына жерде отыра алмай кетесің. Так что тыныш отыра бер. Балаусахан, бола ма? Айдана. Иә, Балаусахан, мен айта кетейінші, Ақтөре как раз таки бүйтіп жатқан сияқты, осы жасы кішкентай қыздардан Құдай сақтасын деп келген сияқты, талғамы мүлдем бір 180 градусқа өзгеріп келгенде ойлаймын да. Ал мына жерде енді Әсем өзім білмеймін, бір внимание жетіспей жүр ма, көрсеткісі келіп қала ма, қайта бір андай өте бір төмен әңгімелер айтып жатыр да, Жансаяның тарапына. Жансаяға айтқым келеді, ондай бала мен бала болып, ондай әңгіме айтпай қой деп айтқым келеді. Және де енді мына жерде айтып жатыр ғой Ринат мырза, бізді бір 2 жастың арасына түсетін, бір ақыл айтатын, бір қосылайын деп тұрған адамдарды қоспай кететін қыздар сияқты бір андай жаман теріс мнение айтатын бір подругалар сияқты көрсетіп жатыр да. На самом деле мен біріншіден айтқым келеді, Жансая біреудің ақылымен жүретін, айдаумен жүретін қыз емес. Ол өзінің не керек екенін білетін, өз ақылы өзіндегі кәдімгідей четко өзіне не керек екенін білетін қыз да, және біздің ақылымызды тыңдайды деп айта алмаймын. Жансая шын жақсы көрсе, ешкімнің сөзіне де, ақылына да, пікіріне де қарамайды. Және Ринат мырза мына жерде қаншама сылтауларды айтып көрді, бірақ енді болмағаннан кейін ең соңғы тапқан сылтауы біздің арамызға түскен Айдана мен Айгерім деген қорытындыға келді ғой. Крайний біз болып шықтық да. Бірақ Балаусахан негізіше мына Айдананың қатысы жоқ шығар, бірақ Бұжайдың айтқан сөзінің жаны бар ма деп қалдым менше. Өткенде айтып еді ғой, ей бауырым, бұлардың бір подружкалары бар, солардан қатты сақтан, негізі ойын өзгертеді деп. Қазір Жансаяның өйстіп ойының өзгеріп отыруына сол подружкаларымен себеп болды ма деп қалдым. Кеше Ақтөре білесің ғой, машинеде бардық бәріміз. Сол кезде жанында Айгерім деген подружкасы болды бұл кісінің.
бұл кісі бірақ ана Жансаяның администраторы ұқсап отырады екен да. Ақтөреге мына Жансая Айгерім арқылы сөйлесіп отыр кәдімгіше. Айгерім айтады, Айгерім жеткізеді, барлық сөзді Айгерім жеткізеді оған. Жансая айтса Ақтөреге Айданы Айгерім басқаша қылып жеткізіп отырады да. Негізі Айгерім негізі араларыңда жүргені негізі саған ұнай ма негізі? Сен де былай кішкене мазаң қашыңқырақ қалды да, мына қыз қандай өзі деген сияқты қылып қалдың ба? Ұнама. Айта бер. Аяқтаңыз сөзіңізді. Ұнамаса негізі да, жеке кездесуге шығайық, өтініш Айгерімді ашықпа деп айтсай негізі. Мазаң қашыңқырақ болғаннан кейін айтып жатырмын да. Жарнама, дәл қазір жарнамадан кейін Ақтөрені